Қарттар күніне орай зейнеткерлер біржолғы әлеуметтік көмек алады. Төлемдер 3 қазанға дейін жүзеге асырылады. Қарттар күніне орай Астанада 91.678 зейнеткер біржолғы әлеуметтік төлем алады деп хабарлады. 1 қазан қарттар күніне орай жасы бойынша 91.678 зейнеткерге және зейнет жасындағы адамдарға зейнетақының ең төменгі мөлшерін алушылар қатарынан 2,5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 7.950 теңге мөлшерінде біржолғы әлеуметтік көмек көзделген. Төлемдердің жалпы сомасы 630 миллион теңгені құрайды. Төлем азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы, коммерциялық емес акционерлік қоғамының Астана қаласы бойынша филиалы, әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы департаментінің тізімдері негізінде Астанада тіркелген және тұрақты тұратын жасына байланысты зейнетақы алушыларға жүргізіледі. Айта кететін болсақ, төлемдер 3 қазанға дейін алуға жүзеге асырылады.